Так, мына кездің 40 деген не үшін екен білесің бе? 40 километр не үшін екен білесің бе? Көкшетауский трассаға шыға берістегі. Өйткені мына кезде мынау высоковольтный линияны көрдің ғой? Мына кезде мыңдық әр жағында 3 линия қатарынан көрдің ба? Мына столбалардың барлығы бұл безопасность. Мына линияның барлығы безопасность бұл. Қаланы основной снабжать етіп тұр. Астанаға бүкіл тоқ осымен келеді мінекей. Жаңа екеуін өттік па, мына мен 3-еу, ана мен 4-еу, ана мен 5-еу, әр жағында тағы да 6-ау, 7-еу. Сонда осы кезде 40-пен жүресің не үшін? Мынау тоқтарға не зақым келмеу керек, безопасность үшін осылай істеп қойған. Елдер ойлайды ғой, мына жерде ештеңе жоқ, мына жақтың бәрі дала, мына жақтың бәрі дала, неге 40 қойған деп. Сонда да высоковольтный линия үшін 40 қойған. Әні высоковольтный линия, ана жерде вообще 10 мыңдықтар ғой, 100 мыңдық линиялар ғой. Қаланы снабжать етіп тұр ғой бүкіл. Международный трассалар ғой, олар безопасность болу үшін бұл кездерде машиналар жай жүру керек, айдамау керек, ана столбаларға соғылмау керек. Опасный ғой. Бұл жердің жауабы сол. Мен основной электролиниялардың несінен өткеннен кейін уже знак бітті. Енді әрі қарай тоқтауға болмайды деген знак. Негізі на линияның бойында тоқтауға болмайды деген знак. Все, ана перекрестіктен өткеннен кейін уже тоқтай бересің.